екеу болмай, мал төртеу болмайды. Өйткені ол жаңа айтқандай жағдайын жасап алайын, одан кейін отбасы құрам деп көп жігіттер уақытын өткізіп жатыр. Қарасаң 30-дан асып кетіп қалып жатыр, баяғы лаулап тұрған сезім сөніп қалып жатыр. Немесе бұл жүріп 30-дан асып кеткен кезде баяғы көңіліндегі жүрген қыз бала тұрмысқа шығып кетіп қалып жатады. Екінші бірі дәл сондай қыз таба алмай тағы жүріп қалып жатады, басқасын басқа. Сол үшін бұны айтарымыз негізінде малды төртеуді ойламау керек, басты екеу қылуды ойлау керек. Өйткені ризық кімден келеді? Ризық Алладан. Біз оның бәрін өмірде есептеп, бәрін түгелдеп, одан кейін істейміз дейтін болсақ, онда біз пенде емеспіз онда. Өйткені бұл өмір негізінде тәуекелден тұрады. Алла Құран кәрімде «Инналлаху юхиббул мутаваккилин» дейді аятта. Расында Алла айтады, расында Алла Тағала тәуекел еткен пендесін жақсы көреді. Сол үшін әрине адам тәуекелімен білім қуалайсың, тәуекелімен отбасы құрасың, тәуекелімен көлік аласың, тәуекелімен кәсіп бастайсың. Бәрі сондай тәуекелден тұрады. Енді жаңа айтқандай бұл жаңа кәсіптен бұрын, дүниеден бұрын айтарым, сол бабаларым соның бәрін зерттеп бекерге айтқан жоқ. Бас екеуді ойлау керек. Қайтсем басымды екеу қылып алайын, одан кейін барып Құдай қаласа кәсіп айналысам, одан кейін барып басқа деген нәрсені қолдайтын тұстарымыз бар.